Сәлеметсіздер ме? Мен Жаркенова Гүзира Советбекқызы, жоғарғы санатты Әулиекөл мектеп гимназиясының қазақ тілі мен қазақ әдебиетінің мұғалімімін. Менің мақсатым қазіргі заман талабына сай, бәсекеге қабілетті, мемлекеттік тілде жетік сөйлейтін азаматты жаңаша білім беру бағдарлама аясында тәрбиелеу. Сол мақсатқа жету үшін мен өз сабағымда тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым 4 дағдысын қолданамын. Бүгін мен сіздерге 5-ші сынып оқушыларымен сабақтың үзіндісін ұсынамын. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіз бе? Қалдарың қалай? Тамаша! Тамаша, балалар. Балалар, қазір біз сабаққа дайындалғанымызды көрсетеміз. Ыңғайланып отырамыз. Денемізді бос ұстаймыз. Қолдарымызды тізеге қоямыз. Балалар енді көздеріңді жұмып, сиқырлы орманда жүргендерін елестетіңдер. Орманның алтын күздің әсем табиғатын тамашалаңдаршы. Орман тұрғындармен амандасып, олардың барлық сұлулығын, тыныштығын байқаңдаршы. Ормандағы құстардың әсем әніне, ағаштан түскен жапырақтардың дыбысына, әртүрлі жануарлардың дауыстарына құлақ салыңдаршы. Енді терең демалып, орманның ауасын демалайық. Ауасы қандай таза, жеңіл. Балалар, сендердің сыныпқа қайтатын уақыттарың болды. Сендерге бақытты сәт сыйлаған орманға алғыстарыңды айтыңдар. Асықпай бұл орманмен қоштасыңдар. Мен қазір 5-ке дейін санаймын. 1, 2, 3, 4, 5. Шапалақ ұрғанда оянасыңдар. Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбын ашу үшін мен сендерге ертегінің үзіндісін ұсынамын. Осы ертегіні қараған соң сендер бүгінгі сабақтың тақырыбын маған өздерің айтасыңдар. Бір түлкі қалың ағашты аралап келе жатып, ағаштың басында отырған қырғауылды көреді де жақындап келіп: «Сәлеметсіз бе, қырғауылым? Қалың қалай?» дейді. Қырғауыл: «Жақсы, өзіңіз қалайсыз?» дейді. Түлкі: «Жерге түсіп сөйлессеңіз қайтеді? Бір құлағым естімеуші еді» дейді. Балалар, енді айтыңдаршы, қалай ойлайсыңдар? Сабақтың тақырыбы қалай аталады, Дариға? Түлкі мен қырғауыл. Тамаша. Ал неге сендер олай шешіңдер? Түлкі мен қырғауыл деп. Неге, Дариға? Ертегі осындай түлкі мен қырғауыл Туралы, я? Жақсы, тамаша. Балалар, қазір шелекпен келіп, менің үстеліме бір-бір суреттің бөлігін аласыңдар. Сосын суретті ауыстырып, келесі жағына қараймыз. Не шыққанын пазл құрастырамыз. Шелекпен бірінші қатар келеді. Екінші қатар жүріңдер. Қайнекені қараңдаршы, не болды бізде? Балалар, сендер суреттің бір бөлшектерін алдыңдар өздеріне. Енді оны сендер пазл түрінде құрастырасыңдар. Кімде қандай сурет шықты? Бөлшегін қайнеке ортаға қоямыз, балалар, ортаға қоямыз.
Сонымен балалар біз пазлды құрастырдық. Сендерде қырғауылдың суреті шықты, иә? Сендердің топтарың қырғауыл болады. Ал сендерде, балалар, сендердің топтарында түлкі шықты. Сендердің топтарың түлкі деп аталады. Балалар, енді жаңағы суреттеріне қараңдаршы. Суретте не салынған? Ализар, айта қойшы. Суретте түлкі салынған. Тамаша. Ал сендерде не? Не салынған сендерде, Карина? Орнында Суретте қырғауыл бар. Тамаша, жақсы. Жақсы. Келесі сұрағым, балалар. Енді айтыңдаршы, осы қырғауыл дедік, түлкі дедік. Біздің орманда бар ма екен, мекенде ме екен? Абылайхан? Біздің орманда түлкі мекендейді. Тамаша. Ал қырғауылшы? Диляра, қырғауыл? Дариға? Біздің далада қырғауыл мекендейді. Тамаша, жарайсыңдар. Келесі сұрақ. Түлкі қандай? Алина, айта қойшы. Түлкі әдемі айлакер. Балалар, қазір сендер мұқият аудио таспаны тыңдайсыңдар. Бұл ертегі не туралы екен? Дайынбыз ба? Жақсы. Бір түлкі қалың ағашты аралап келе жатып, ағаштың басында отырған қырғауылды көреді. Қырғауылға жақындап келеді де: "Сәлеметсіз бе, қырғауылым? Қалыңыз қалай?" дейді. "Жақсы, өзің қалай тұрасың?" дейді. "Жерге түсіп сөйлессең қайтеді? Бір құлағым естімеуші еді" дейді түлкі. Қырғауыл: "Жерге түсуге қорқамын, жерде әртүрлі аңдар бар. Бізді жеп қоюы мүмкін." Түлкі: "Ей достым, қазір заман бұрынғы емес, жаңа ғана келдім. Бұйрық шықты, біреуге біреу зорлық қылмасын депті. Қой мен қасқыр бірге жүрсін, түлкі мен тауық бірге жүрсін депті." Қырғауыл: "Жақсы хабарыңыз бар екен, рахмет достым. Мына жақтан бір иттер келе жатыр. Иттерге де хабарыңызды айтыңыз. Олар да жақсы хабарды естісін" дейді. Ит деген сөзді естіген соң түлкі алды-артына қарамастан қаша жөнеледі. Қырғауыл: "Қайда барасың түлкім, бұйрықты ұмытып кеттің бе?" дейді. "Кім біледі, бұйрықты олар естімеген шығар" деп түлкі ары қарай жүгіре кетеді. Балалар, қазір оқулық ашамыз. 67-ші бет, 4-ші тапсырма. Осы мәтінді оқып, қарындашпен таныс емес сөздердің астын сызамыз. 67-ші бет, 4-ші тапсырма. Балалар, енді жаңағы мәтінде сендер қарындашпен сіздер отаныс емес сөздерді. Сол мына парақ қағазға әдемілеп жазамыз да тақтаға ілеміз. Бірінші топ мына жаққа іледі, екінші топ мына тақтаға іледі. Заман. Зачем заман написали это наоборот? Ты какой смотришь?
Балалар, енді мінекей тақтаға қараймыз. Бірінші топ. Мәтіннің ішіне мынандай сөздер астын сызыпты. Естімейді, заман, зорлық қылмасын, бұйрық. Екінші топ. Бұйрық, артына қарамастан, қырғауыл, зорлық қылмасын. Енді балалар, барлығымыз бірге оқиықшы. Қанеке, бәріміз бірге. Бұйрық, артына қарамастан, қырғауыл, заман, зорлық қылмасын. Балалар, сендердің үстелдеріңде бағалау парағы бар. Жаңа біз сендермен бірге мәтіннің ішінен жаңа сөздерді таптық, я? Барлығы мәтінде 6 сөз болуын керек. Сондықтан сендер неше сөз таптыңдар, сол бойынша мына жерге балдарды қоясыңдар, сосын неше бал жинағандарыңды айтасыңдар. Сендерде спикер кім? Абылайхан, я? Мына жерге қоясың, неше бал? Балалар, енді тақтаға қараймыз. Тақтада жаңа біз мәтінде тапқан сөздер бар, я? Тыңдаймыз. Мен оқимын, тыңдайсыңдар. Қырғауыл, естімеді, заман, бұйрық, зорлық қылмасын, алды артына қарамастан. Қазір балалар, барлығымыз бірге оқимыз формен. Қырғауыл, естімеді, заман, бұйрық, зорлық қылмасын, алды артына қарамастан. Тамаша. Балалар, енді сөз дәптерді ашамыз. Осы жаңа сөздерді, жаңа біз оқып шыққан сөздік дәптерге жазамыз. Балалар, сендерде үстелде карточка жатыр. Сол карточкада жаңа біз сабақта танысқан сөздер бар. Бұл сөздер мәтіннің ішінде кездеседі. Қазір осы сөздерден біз сөйлем құрастырамыз. Әр топ 2 сөйлемнен. Тақтаға қараймыз. Мысалы, ит, мысық, қой, қасқыр, қырғауыл, түлкі, қоян, түлкі, зорлық қылмасын, алдамасын, қорқытпасын, тимесін деген сөздер бар, я? Мен үлгі ретінде ит, мысыққа, зорлық қылмасын деп сөйлем құрастырдым. Мына сөздермен сөйлем құрастырғанда сендер жалғауды дұрыс қосасыңдар. Түсінікті ме? Мысалы, ит, мысық деп тұр ғой. Мен ит, мысыққа зорлық қылмасын деп үлгі келтірдім. Бастаймыз. Балалар, сабақтың қорытындысын біз мынандай тапсырмамен жасаймыз. Мәтін мазмұнына сәйкес сөздер мен сөз тіркестерін сәйкестіріңдер. Қазір мен әр балаға карточка беремін. Осы карточкада қырғауыл не істейді? Соның жұбын табасыңдар. Сәлеметсіз бе қырғауыл? Қалың қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, жерге түсіп сөйлеспейміз ба? Құлағын естімейді. Жерге түсуге қорқамын.